Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге күріші жабыспайтын, яғни шашылып тұратын, түсі де қоңыр болып шығатын әрі дәмді палаудың толық рецептісімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызды отқа қойып, оған май құямыз. Оны жақсылап қыздырамыз, яғни қатты қызуы қажет. Сосын ғана туралған пиязымызды саламыз. Оны жақсылап қуырамыз. Пияз көп болса, палау дәмді болады. Және де оны осылай қоңыр етіп қуыратын болсаңыз, палауыңыздың түсі де қоңыр болады. Осылай қуырып, етті жақсылап жуып, турап саламыз. Менде жылқының еті, сиырдың да, тауықтың да еті жарай береді. Оны да жақсылап қуырамыз. Кішкене тұз қосамыз. Тағы да қуырамыз. Яғни етте орысша айтқанда корочка пайда болу қажет. Шамамен 10 минут, 15 минуттай қуырамыз. Сосын барып туралған сәбіз саламыз. Сәбіздің жартысы сары, жартысы қызыл сәбіз болса дұрыс, бірақ менде бұл жолы сары сәбіз болмады. Осылай оны да салып, жақсылап қуырамыз. Сәбіздер шамамен 2 есе көлемін жоғалтады. Сосын ғана осылай салқын суды құямыз. Араластырамыз. Және де қақпағын жауып, қайнағанға дейін жеткіземіз. Қайнаған соң, оған алдын ала жартылай пісірілген ноқатты қосамыз. Егер ноқат ұнатпайтын болсаңыз, қоспасаңыз да болады. Міндетті түрде сарымсақ қосамыз да, осылай қақпағын жартылай кішкене ғана ашық етіп жабамыз да пісіреміз. Енді сірені қосамыз. Шамамен бір ас қасықтайды алақанымызға алып, видеодағыдай осылай мұжып, үйкелеп, иісін шығарып саламыз. Және де бір араластырамыз, тұзын туралап, алдын ала жуылған таза күрішті саламыз. Күрішіміздің суы тап-таза болғанға шейін жусаңыздар, күріштеріңіз жабыспай, әдемі болып пісетін болады. Осылай туралаймыз. Және де бетін жауып, су тартылғанша тағы да қайнатамыз. Шамамен 5 минуттан соң осылай ашып, бетіндегі күрішін видеодағыдай осылай аударамыз. Өзіңіз палауға күнделікті қолданып жүрген күрішіңізді қолдансаңыз болады. Менде бұл жолы байдала күріші. Осылай бетін жақсылап тегістейміз. Қасықпен осылай тесіп, ортасына сарымсақты қайта қоямыз. Енді беті жақсылап жабылып, ешқандай буы шықпас үшін осылай пергамент қағазын қойып, үстінен қақпағын жабамыз. 30-35 минуттай ең төмен отта пісіреміз. Бұл уақыт аралығында ешқандай қақпағын ашпаймыз. Осы уақыт өткен соң ғана ашып, сарымсағын алып, жақсылап араластырамыз. Палауымыз шашпа палау болып, бір-біріне жабыспай, әдем болып піседі. Міндетті түрде осы жасалу жолын қолданып көріңіздер. Түсі де қоңырлау болып, әдем болып шығады. Қазанның өзінде араластыру оңай болмаса, яғни ыңғайсыз болса, үлкендеу ыдысқа, яғни шараға аударып барып, толықтай араластырып алсаңыз болады. Бұл рецептпен палау өте дәмді әрі шашпа болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы жасалу жолын қолданып көріңіз. Ал егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыз, әрі каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Алда шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаға басып қойыңыздар.